Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Дүниетану сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық өткізейік. Күн жарығын алақанға саламын, жүрегіме басып ұстай қаламын. Ізгі әрі нәзік жарық бейірімді болып кетер сонда дереу жан-жағын. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Алдарында берілген қима қағаздар арқылы топқа бөлінеміз. Бірінші топ су тасқыны, екінші топ өрт, үшінші топ жер сілкінісі, төртінші топ құрғақшылық. Оқушылар, енді үй тапсырмасын сұрақ жауап әдісі арқылы тексерейік. Климат сөзі қандай мағына білдіреді? Экваторға жақындаған сайын ауа температурасында қандай өзгеріс болады? Климаттың адам өміріне қандай әсері бар? Алып мұз қабаты қашан еріді? Климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыз қандай шаруашылық түрмен айналысқан? Оқушылар, өрт, су тасқыны, құрғақшылық, жер сілкінісі осындай апаттық жағдайлардан қалай қорғануға болады? Өз ойларында айта отырыңдар. Оқушылар, тақтада берілген термин сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Оқушылар, тақтаға назар аударайық. Тақтада бейнеролик берілген. Жұптық жұмыс орындаймыз. Берілген ұғымдарды кестеге бөліп орналастырыңдар. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Тақтада берілген сөзді барлығымыз бірге қайталаймыз. Күн батты, таң атты, ерсілі-қарсылы дауыл тұрды. Жаңбыр жауды, тып-тыныш бола қалды. Оқушылар, біз қазір топтық жұмыс орындайтын боламыз. Ол үшін 4 топқа бөлінеміз. Батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік. Қай аймақта болуы мүмкін табиғат апаттарын картадан көрсетіп жазамыз. Оқушылар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерде келтірілген катаклизмдердің анықтамаларын оқып, тұратын аймақты кездесетін белгісін қойыңдар. Оқушылар, аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Яғни бүгін білдім, қызықты болды, қиын болды, мен келесі тапсырмаларды орындадым деген сұрақтарға жауап бересіздер. Оқушылар, үйге мен қайда тұрсам болады деген тақырыпта мазмұндама жазып